Бізде 10-шы лекция тақырыбы ерекше білімге қажеттілігі бар балаларды біріктіру жағдайында қолдау көрсетуді ұйымдастыру. Жоспар келесі бағыттардан тұрады. Ерекше білімге қажеттілігі бар балаларды қолдау, қолдаудың өзекті мәселелері, ерекше білім беру қажетін балалардың түрлері, мектептің қолдау көрсету құрылымы, мемлекеттік қолдау және қорытынды. Ерекше білімге қажеттілігі бар балаларды қолдау, олардың білім алу құқығын қамтамасыз етіп, әлеуетін дамытуға бағытталған шаралар кешені. Бұл оқыту бағдарламаларын бейімдеу, арнайы мамандардың көмегі, әлеуметтік қолдау және инклюзивті орта қалыптастыруды қамтиды. Мақсат балаларды қоғамға бейімдеп, тең мүмкіндіктер беру. Қолдаудың өзекті мәселелері: инклюзивті оқыту, барлық балаларға сапалы білім алу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін инклюзивті оқытуды енгізу. Қажетті құралдар мен ресурстар: ерекше білімге қажеттілігі бар балаларға арналған қажетті құралдар мен ресурстарды қамтамасыз ету. Педагогтардың кәсіби даярлығы: ерекше білімге қажеттілігі бар балаларды оқытуға арналған педагогтардың кәсіби даярлығын арттыру. Ата-аналармен ықпалдасу: ерекше білімге қажеттілігі бар балалардың ата-аналармен ықпалдасуды күшейту. Ерекше білімге қажеттілігі бар балалардың түрлері: физикалық мүмкіндік шектеулі балалар, яғни дене қозғалысы, көру, есту, сөйлеу мүмкіндіктері. Әлеуметтік эмоционалдық дамуында бұзылыстар бар балалар, яғни әлеуметтік байланыс, эмоцияларды басқару, мінез-құлықтар проблемалары бар балалар. Дене қозғалысы, көру, есту мүмкіндіктері шектеулі балалар, яғни оқу, есте сақтау, ойлау, сөйлеу қабілеттерінде бұзылыс бар балалар тобына жатқызамыз. Біріктіру жағдайында оқыту мен тәрбиелеудің ерекшеліктері: жекелендірілген оқыту, әр баланың қажеттіліктеріне сәйкес оқыту жоспарын жасау. Қосымша қолдау көрсету шараларын қамтамасыз ету. Қауіпсіз және қолжетімді орта: қауіпсіз және қолжетімді оқу ортасын жасау. Әріптестік, яғни ата-аналар мен педагогтардың және басқа мамандармен тығыз әріптестікті айтамыз. Мектептің қолдау көрсету құрылымы: адаптацияланған оқу ортасы, физикалық кеңістіктің қолжетімділігін қамтамасыз ету. Арнайы оқу бағдарламалары: ерекше білім қажет ететін балаларға арналған арнайы оқу бағдарламалары. Психологиялық қолдау: психологтардың қолдау көрсетуі, психологиялық кеңес беру. Ата-аналармен байланыс: ата-аналармен тұрақты байланыс орнату, ақпарат алмасу. Мемлекеттік қолдау, яғни заңнамалық негіз: ерекше білімге қажеттілігі бар балаларды қолдауды реттейтін заңдар. Қаржыландыру: арнайы оқу бағдарламалары, құралдар, ресурстар үшін қаржыландыру болып табылады. Кәсіби даярлық: педагогтардың кәсіби даярлығын арттыруға арналған бағдарламалар. Қоғамды инклюзивті оқыту мәселелері туралы хабардар ету. Бұл қоғамдық байланыс болып табылады. Педагогтардың жұмысындағы күрделіліктер мен мәселелер: қосымша жұмыс жүктемесі, жекелендірілген оқытудың қиындықтары, ресурстардың жетіспеушілігі, кәсіби даярлықтың жетіспеушілігі, ата-аналармен байланыс проблемалары болып табылады. Ата-аналарды қолдау және оларды сүйемелдеу, ақпарат беру: ерекше білімге қажеттілігі бар балалардың ата-аналарына ақпарат беру, кеңес беру. Топтық кеңестер: ата-аналарға арналған топтық кеңестер, олардың бір-бірімен тәжірибе алмасуына мүмкіндік беру. Жекелендірілген қолдау: әр ата-ананың қажеттіліктеріне сәйкес жекелендірілген қолдау көрсету. Мектептен тығыз әріптестік орнату, бірлесіп жұмыс істеу. Бұл әріптестік болып табылады. Көп салалы әріптестік жүзеге асыру: мектеп, яғни оқыту, тәрбиелеу, қолдау көрсету. Ата-аналар, баланы қолдау, мектеппен ықпалдасу. Мамандар: психологтар, логопедтер, дефектологтар, физиотерапевттер және тағы басқалар. Қоғамдық ұйымдар, яғни ерекше білім қажеттілігі бар балаларға қолдау көрсететін қоғамдық ұйымдар. Мемлекеттік мекемелер, қаржыландыру, заңнамалық қолдау болып табылады. Нәтижелер мен перспективалар: ерекше білім қажетін бар балалар біріктіру жағдайында қолдау көрсету арқылы біз барлық балаларға сапалы білім алу мүмкіндігін қамтамасыз ете аламыз. Инклюзивті оқыту ортасы балалардың әлеуметтік дамуына, өзін-өзі бағалауына, тәуелсіздігіне және қоғамға бейімделуіне оң әсер етеді. Қорытындылай келе, ерекше білім қажеттілігі бар балалар қолдау көрсету, олардың толыққанды білім алып, қоғамға араласуына мүмкіндік беру үшін өте маңызды. Бұл үшін заңнамалық базаны жетілдірумен қатар қоғамдағы көзқарасты өзгерту қажет.
Инклюзивті білім беру әр баланың жеке дамуына ықпал ететін теңдік пен адамгершілік негізіндегі жүйе болып табылады. Назарларыңызға рахмет.